Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында жасалатын, құрамына небәрі 1000 теңге ғана кететін өте дәмді нәзік торт дайындаймыз. Бұл тортты дайындау үшін ешқандай да сливки, творожный, сыр, сгущенка іздеп әуре болмайсыз. Кәдімгі күнделікті үйде болатын бар заттармен жасайтын боламыз. Ең алдымен торттың кремін дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты, кукурузный крахмалды және ванилинді салып жақсылап көпіргенше араластырамыз. Бұл жерде крахмалдың орнына ұн қолдануға болады, бірақ ең бастысы картофельный крахмалды қолдануға болмайды. Жұмыртқалы массамыздың үстіне жылы сүтіміздің жартысын құйып араластырамыз және қалған жартысын құйып тағы да араластырамыз. Дайын болған массамызды металл ыдысқа құйып, оттың ең жай температурасына қойып, жайлап қайнататын боламыз. Қайнағанша бір келгі болғанша тоқтатпай міндетті түрде араластырып отыру керек. Креміміздің асты күйіп кетпеуі қажет. Және қоюлығы осындай болғанша қайнатамыз. Және оттың астын бірден өшіріп, бөлме температурасында тұрған 100 грамм сары майды қосып араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді пищевой пленкамен бетін тығыздап жауып, бөлме температурасында қойып қоямыз. Енді торттың қамырын дайындауға кірісетін боламыз. Алдымен жұмыртқаға қантты салып, көпіргенше венчикпен араластырып аламыз. Құрметті көрермен, енді ғана басталып жатқан қазақ тілді каналының дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, құруларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Дайын жұмыртқалы массамыздың үстіне күнбағыс майын құйып, бір келгі болғанша араластырамыз және оның үстіне разрыхлитель мен ұнның жарты бөлігін салып, бірінші венчикпен араластырып аламыз. Одан соң ұнның қалған бөлігін қосып, қолмен немесе лопатканың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Құрметті көрермен, алдағы уақытта менен қандай рецептерді күтесіздер? Комментарийға жазып кетіңіздер, сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Дайын қамырды теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз және де бетін сәндеу үшін кішкене тағы бір бөлігін алып қаламыз. Формамызды жақсылап сарымамен майлап аламыз және қамырымызды бір келке етіп жайып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 22 см және 23 см формамен де жасауға болады. Корждарды 180 градуста 15 минут сәл ғана қызарғанша пісіріп аламыз. Бұдан артық пісіруге болмайды, себебі корждарымыз тастай қатып қалады. Корждарымыз тез суиды, суыған кезде қап-қатты болып қалады. Одан қорықпаңыздар, себебі торттың арасына кремін жаққаннан кейін кремі сіңіп өте жұмсақ болады. Ал ең соңында алып қалған кішкентай бөлік коржымызды қатты қызартып пісіреміз, себебі торттың бетін сәндегенде қызарып әдемі көрініп тұруы қажет. Бізде крем өте жай суиды. Кремнің суығанын күтпеңіздер, жылы күйінде немесе ыстық күйінде торттарды осы видеода көрсетілгендей етіп кальцияда жинасаңыздар болады, немесе формада жинаңыздар, немесе өздеріңіз қалағандай жай ғана жинай берсеңіздер болады. Ал енді сіздерге ең қызық жерін айтайын. Дайын болған тортымызды холодильникке емес, бағана корждарды пісірген кезде біздің духовкамыз жып-жылы болып тұр ғой, сол духовканың ішінде сақтайтын боламыз. Кемінде 5-6 сағат тұруы қажет. Ал неге холодильникке сақтамаймыз, неге духовкаға сақтаймыз дейтін болсаңыздар, егер холодильникке сақтайтын болсақ, торттарымыздың корждары қап-қатты болып кремі сіңбей қалады, ал духовканың ішінде сақтасақ өте жұмсақ, өте дәмді болып кремдері сіңіп әдемі болып тұрады. Бірақ духовка қосылып тұрған жоқ. Мендегі торт духовканың ішінде бір түн тұрды, өте жұмсақ, дәмді, нәзік болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.